Ассаламу алейкум, урметлі серджілер. Бу ЮАТВ студияда Украина хаберлері бүгін июльнің 26-сы чаршембе күні. Ишғал этілген Қырымда екенжі күн Қырым татар милли межлис рейсінің муавиным Ахтем Чийгозына сұраштыралар. Ишғалжа кимиет оным хатырлатам 2014 сенесі февраль айында парламент янында Украин топрақ бүтінлігіне қол тұтув митингіні тешкіл еткенінде қабатлай. Яқында бірінші сұрғысында Ахтем Чийгоз февраль 25 ве 26-сында кечірілген вақаларға не себеп олғаны қында анлатты. Ве Қырым татарларының не үшін акцияға чыққаныны қайт етті. Бұның еле меджлис әр вақыд барышық суретте çalışқанына диққат етті. Допрос Ахтема Чийгоза идет очень подробно. Умумен Чийгознын соргусы гайет тafsilatlı keçе. Февраль 25 ve 26-сында олған вақияларға да яқлашмадық. Меджлис фаалиеті аққында анлаттық. Меджлис барышық суретте çalışқанына диққат еттік. Экстремизм таздықланылмай. Эммануэль Макрон Норман дорто черчевесінде кечірілген бірінші телефон субетінің мойын әрекетлер диалогы олара қадылады. Ве Берлин, Париж, Киев ве Москваның умуми ишінің семерелі дәлелі оларақ хатырлатам Порошенко, Макрон, Меркель ве Путинның телефон субеті 2 сааттен зиеде сүрді. Украина президентінің мемориетінде хавсызлық бойынша адымларының ұғынлаштырылмасы ақында, аңлашқанлары ақында білдірділер. Бұның еле Минск аңлашмаларының yol хаritасы üzerinde işke devam etmege anlaştılar. Avgust'un ikinci yarısında Norman formatının devlet başlarının dış siyasi kenişçileri kuruşacak. Avropa Бірлігінің дипломатлары есе Русияге қаршы Siemens давасы себебінден яны жазаларына көрсете біле. Брюксельде Авропа Бірлігі мемлекетлерінің елчілері жедвелінің кенішілетуіні музыкере етежек. Шу жүмледен Қырымда ел турбиналары елем япылған доландырыжыққа алақасы олған дорт Русия еліні жедвелге қошажақ олалар. Бұның еле жедвелге турбиналарының кефеге кетірген шыркет ве энергетика назерлігінің меморларының көрсете білелер. Әвел, Siemens Русияге энергетик донатуының артық кетірмежегені білдірген еді. Шыркет темселжелері қайт еткені кебім, дорт, газ турбинасы оларының хабері олмадан қанунсыз суретті Қырымға алып кетірілді. Украина Америка Қошма штатларының президентінің зетлерінден ешбіріне ярдым етмеді. Бұл бүлдірув еле Америка Қошма штатларында Украина елчиханесі чықышта бұлынды. Ешбу биянат Дональд Трампның қабатына жевап олды. Бұның еле ресми Киев Вашингтонға Украинаға екі фирқави дестегі үшін минедарлығыны білдіре. Хатырлатам, президент Трамп Твиттерде украинлерінің оның сайлавлар ұғу кампаниясына кедер еткені Клинтон қол тұтқанында қабатлады. Бұның себебінден баш прокурорны бұл ішінің тақық етмеге чағыра. Афганистанда Талибан террористик тәшкілиятының жәнкеверлеріне силяны Русия бере. Бұның ақында CNN сюжетінде айтыла. Телеканал снайпер түфеклерінің Калашников автоматының янарыттылған версияларны ве пулеметларны костырды. Левхада айтылғаны кебім, темен Лев каналлары бұның иле Иран ве Таджикистандан да кечті. Айны заманда Афганистан үкіметінің темсілжісі Седик Седике руслар ве талиплер арасында Сибетве тиджарет олғанының таздықлаған делелер ақында білдірді. Бұндан әвел Талибанға берілген сілі ақында Америка Қошма штатлары истихбаратында ось жерянына әсасланып Reuters агентлігі білдірген еді. Русиялер Талибан әлі бағылы олғаныны аққында әнді айтқан еді, білесізмі? Ама бізде Талибанға сілянын айны Русиянден кетірілмесінің таздиқланылған. Бір sıra әсабатымыз бар. Ама олар бұны инкар әті. Москва ве Талибан әліқа меселесі бізні қасиветлендіре. Чүнки бұл кеби тәшкілетлар иле ичбір әліқа олмамақ керек. Испания гран-призы адлы халқара турнирінде ғалебе қазанған Қырым татары Авропаның Юнан Рома күреші бойынша чемпионы Февзи Мамутов Киевге келді. Борисполь авалиманында спортшымызны милли байрақлар еле туғанлары достве Қырым татар файлері қаршылады.
Башта Февзи Мамутов Япониялы рақыбыны ене, сонра ЮАР темсилжісіні. Финалда вақтындан Эвель Фрэнк рақыбыны еніп, Испания Гран-при алтын медаліні елді еті. Украина спортчыны туғанлары ведослары қаршылай. Февзи дегені кебе ғалебесі бұл қиын вақытта қырымдатарларына қуандырмақ үшін бір себеп болды. На самом деле эти соревнования... Hakikaten bu yarışlar pek kolay geçti. Elbette rakiplerim pek layık idi. Ama neticesi beklenilgeni gibi oldu. Hazırlık var idi. İdmanlar geçirildi. Yarışlarının neticesi ise iş bu emekinin neticesidir. Февзи Мамутов 26 yaşında. Қырымда doğdu. 8 yaşında başlap kureşнен uğraşa. Birinci galibini 11 yaşında Akyar'da kazandı. Şimdi sportçu 66 kilo kategoriyasında çıkışlarda buluna. Aman bütün vaktini kureş kaplapıla. Ну, в режиме подготовки 4. Hazırlık rejimi vaktinde kunde idmanlarga en azından 4-5 saat ayırmak gerek. Ve sporttan gayrı ihtisasi sportçu olsan başka bir şeyini düşünüp olmazsın. Misal için herkeske belli olgan Kırım Tatar toylarında tek 2 kere bulundum. Февзи күзде Литванияда кечерілежек dünya чемпионатына hazırlanmağa endi başladı. Украина электрик энергиясының четелге ихраджына баяға артырды. Былтыр олғанына көре қарарнен 45%ға артырылған. Бұл энергетика ве көмір санайысын әзірлігінің малюматыдыр. Ихраджының ярысы Маджаристанға кетірілі. Бұның еле Украина энергиясының Молдова, Полония, Словакия ве Романия сатын ала. Шу вақытта ишғал етілген Қырымда курорт алымы көрсетілі. Давалы қанунны Русия Дәулет Думасы қабыл етті. Біріншісіне ішінде алым күнде 80%дан артмайжақ. Кет-кеті прайс 2 қат көтерілежек. Ярымадада бұлынған бұтын туристлер пара төлейжек. Имтиязлылар арасында ұлы ватанженкі іштіракчілері кіре. Курорт алымы операторлары евлерні кераға берген шіркет ве иш адамларыдыр. Русия депутатларының малюматына көре, сынавның бір елі девамында $260 миллион топланар. Украина захире ихраджыны арттыра ве рейтингде Русияның озып кече. Бұл сене Украин аграрийлері 1,250,000 тонна захирлеріні сатты. Бұл есе Русия көстергечлерінден 150,000-ге зиядедір. Бұның еле Украинада сачув мейданлары Русия мейданларындан 5 кере аздыр. Аграрийлер енді яны берекетінің 10 миллион тоннасыны жейді. Мемлекетінің іч захирейік тиеджейсе 6 миллион тоннаны тешкілеті. Элина Свитолина Кения дүниенің 5-ші ракеті олды. Қадылар теннис бірлігінің жедвелі бойынша Украин Британия теннисшісі Иоанна Контаны озып кечті. Рейтингінің башында Чехиялы Каролина Плешкова тұра. Екінші ерні Романия ойыншысы, үшінші ерні Алман Анжелика Кербер ала. Украинаның дегер темсілжілері арасында ән yüksek ерні Леся Цуренко ала. 31-ші ерде тұра. Үрметлі серджелер, бұды қағада біз сізлерінен сағылықлашамыз. Дада чоқ хаберлеріні Укринформ сайтында оқи білесіңіз. UATV олыңыз. Көрішкенже!